Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Тузеза. Қазір мен алаяқтық схема туралы айтатын боламын. Ата-апаларыңызға, ата-аналарыңызға, үлкен кісілерге жіберсеңіз болады. Ол схеманы тұрғандай, яғни үлкен кісілер банкоматқа ақша чешуге барғанда Каспийдан артынан бір кісі келіп айтады: мен картамды үйде ұмытып кетіп едім, хотя QR-мен де шешуге болады ғой, картамды ұмытып кеттім, мен сізге ақша аударып жіберемін Каспийіңізға, маған шешіп беріңізші дейді. Үлкен кісілер алданып ақшаны шешіп береді, вроде бәрі жақсы. Одан кейін сізге звондайды, сізге яғни адамдарды алдаған нөмір перевод жасады, сіз осы банкоматтан ол ақшаны шештіңіз деп. Яғни схема қандай? Алаяқ өзінің Каспийнан, өзінің сол тіркелген нөмерінен сіздің үлкен кісілердің немесе сіздің Каспийіңізға аударады. Ол ақшаны сіз шешесіз банкоматтан, и ол алаяқтың сообщнигі болып сіздерде қарастыратын болады. Сіздерге де заявление түсуі мүмкін. Сондықтан абайлаңыздар, туысқандар группасына жіберіңіздер.